Армысыздар, құрметті әріптестер. Мен Қасымбаева Әйгерім Қасымбайқызы, Алматы облысы Талдықорған қаласы номер 28-ші IT мектебі лицейінің бастауыш сынып мұғалімі, педагог, сарапшы. Сіздердің назарларыңызға әдебиеттік оқу пәнін ұсынбақшымын. 3-ші Е сынып, 2-ші тоқсан, 33-ші сабақ. Бөлімнің атауы «Қысқы кеш суреттері». Сабақтың тақырыбы «Қысқы кеш» Александр Сергеевич Пушкин. Оқу мақсаты өз ойы мен сезімін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып жеткізу. Ең алдымен сабақты бастамас бұрын оқушылардың сабаққа деген даярлығы мен көңіл күйін біліп аламын. Және бүгінгі сабаққа оларға тек қана сәттілік тілеймін. Өткен сабаққа шолу жасаймыз. Ауыл күзі, Таял Жараков. Яғни ауыл күзі өлеңінде эпитет пен теңеулерді теріп, тауып дәптерге жазу болатын. Балалар дәптеріндегі тапсырманы тақтадағы дұрыс жауаппен тексереді. Эпитет: сұрша бұлт, күміс моншақ шық, сарғылт тартып жапырақ, қоңыр күз. Теңеу сөздер: маржан бидай, беті қызыл алмадай, кемеде деген сөздер жатады екен. Ең алдымен тақырыпта өтпес бұрын балалар жұмбақтың шешімін табу керек. Бірінші жұмбақ: қыста бар да, жазда жоқ. Ол не? Әрине ол қар. Құлағы мен көзі жоқ, жоқ тіпті қол аяғы. Бірақ ғажап өнерпаз мәнерлеп бою салады. Ол не? Аяз екен. Көлге жапқан қақпақ сіресіп тұр қатта. Ол не екен? Ол мұз екен. Қанаты жоқ ұшады, аяғы жоқ жүреді, аузы жоқ сөйлейді. Ол не екен балалар? Әрине ол боран. Енді қар, аяз, мұз, боран. Осындай табиғаттың құбылыстары жылдың қай мезгілінде болады? Дұрыс айтасыңдар, қыс мезгілі. Ең алдымен қыс мезгілі дегенде ойымызға не келеді балалар? Қыс мезгілі сөзіне ассоциация жасап көрейікші. Ойымызбен бөлісе отырамыз. Дұрыс айтасыңдар балалар, сіздермен толықтай келісемін. Қыс мезгілінде күн суытып, қар жауады. Жылы киіне бастаймыз, шаңғы коньки тебеміз, ақ қала жасаймыз. Ертегі әлеміне ұқсас, таңғажайып сезімде болады екенбіз. Бәрі келді балалар. Бүгінгі біз қысқы кеш өлеңмен танысады екенбіз. Осы керемет өлеңнің авторы Александр Сергеевич Пушкин. Ресей ақыны. Классикалық орыс әдебиетінің негізін салушы екен. Осы қысқы кеш өлеңін орыс тілден қазақ тіліне аударған Тайыр Жараков. Батыс Қазақстан облысы Жәнібек ауданы Жетібай ауылында дүниеге келген. Ұлы Отан соғысының ардагері. Балалар әдебиетінің дамуына өзіндік үлесін қосқан ақын, аудармашы. Ең алдымен балалар, өлеңді оқып таныспас бұрын сіздер ненің дауысын естідіңіздер? Дұрыс айтасыңдар балалар. Бұл қыс мезгіліндегі соғатын боранның дауысы екен. Енді бүгін біз қысқы кеш өлеңімен таныс боламыз. Сіздерге мұқият назарларыңызға оқып беремін, тыңдаймыз. Қысқы кеш. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде аң сияқты, кейде жылайды баладай. Төбесінен үйдің тозған, сылдырайды сабаны, жолаушыдай кешеу қалған терезені қағады. Біздің лашық тозған баяу, күңгірт әрі көңілсіз. Терезеде кемпірім-ау, неге отырсың түгінсіз? Әлде боран сыңсуымен достың қажып біттің бе? Әлде еріген ұршығыммен бірге қалғып кеттің бе? Ән шырқашы, тұрған құстай, теңіздің арғы бетінде. Ән шырқашы сұлу қыздай, судан шыққан ертеңді. Қара боран көкті жапты, қарлы құйын қуалай, кейде ұлыған аң сияқты, кейде жылайды баладай. Яғни балалар, бүгін қысқы кеш өлеңімен таныстық. Өте керемет әсерде болған жасыңдар, балалар. Көз алдымызға қысқы мезгіліндегі соққан боран келген деп ойлаймын сендерге. Енді осы өлең жолдарының арасында бізге таныс емес сөздер бар екен. Сол сөздерді өзіміздің сөздік қоржынымызға қосып алсақ болады. Олар сабан,
Яғни ол кепкен шөп. Лашық кішкене аласа үйшікті атайды. Кешек дегеніміз кеш қалған уақыт. Сыңсуымен деген сөз жылаған дауыстың шығуы деген. Тағы бір рет іштей қайталап оқып шығамыз балалар. Сөзді қоржынымызға қосып аламыз. Жарайсыңдар балалар. Келесі сұрақтардан құралған от шашу әдісін қолдана отырып, бүгінгі өткен қысқы кеш өлеңіне сұрақтарына жауап берейік. Бірінші, өлең не туралы? Негізгі ойы қандай өлеңнің? Боран сөзіне қатысты көркем бейнелік сөздерді оқып берші. Өлеңде тағы нелер жөнінде айтылған? Осы сұрақтарға балалар толық жауап береміз. Бәрекелді балалар. Келесі балалар, жаңағы біздің өткен қысқы кеш өлеңінде боран жайлы аталған екен. Біз білмейтін боранның бірнеше түрлері бар екен. Сіздердің назарларыңызға видео ұсынбақшымын. Назар аударамыз. Ақ боран, Көз ашқысыз желдете жауған қарлы боран. ақ түтек боран, Алай-дүлей түтеген боран. ақ шынақ боран, Бір мезгіл соғатын шыңылтыр аязды қарлы боран. ақ құйрық боран, Құрғақ, аязды күні қарда ирелеңдете, бұралаңдата соғатын боран. ақ жорға, Қысқа аязда жоннан ойға қарай соғатын қарлы бұрқасын боран. долы боран, Екіленіп, өш алардай соғатын қатты боран. майлы боран, Қойны қонышқа кеулеп соғатын қарлы боран. тентек боран, Біресе күшейіп, біресе басылып соғатын боран. ұйтқыма боран. Ұйтқи соққан қарлы боран. Ал жылдамдығы сағатына 120 метрге жететін үлкен көлемді ауа құйыны дауыл деп аталады. Әлемдегі ең жылдам соғатын жел торнадо. Оны қуып жету үшін жеңіл көлікпен сағатына 100 км жылдамдықпен жүріп отыру керек. 1931 жылы соққан торнадо желі салмағы 83 тоннаны құрайтын 40 метрлік пойызды көтеріп кеткен. Ең қызығы, бұдан да қауіпті жел түрін қазақ құйын деп атайды. Оның қуаты бүкіл әлемдегі электр станциялардың 3-тен 2 бөлігіне тең. Ел арасында құйын соққандай құтырып кетіпті деген сөз осы қарқынына қарата айтылса керек. Иә, балалар, сонымен біз білмейтін боранның бірнеше түрлері бар екен. Жарайсыңдар балалар, өзіміз біле жүреткенбіз. Ақ Келесі, бүгінгі күнді жазамыз, дәптерімізді ашып. Яғни, талдау табыс кілті әдісі арқылы сатылай кешенді талдау. Өлеңімізді талдап шығайық. Бірінші, шығарманың түрі, авторы, аударған, негізгі ойы, шумақ саны және ұйқастың сызбасын сызу. Енді балалар, ұйқасты не екенін қайталап өтейік. Ұйқас өлең сөздің ырғағымен күшейтуге семін тигізеді, өлеңнің әуезділігін арттырады. Яғни ұйқастың бірнеше түрі бар екен. Біріншісі қара өлең ұйқасы, екіншісі шұбартпалы ұйқас, үшінші ерікті ұйқас, төртінші кезекті ұйқас, бесінші шалыс ұйқас, алтыншы егіз ұйқас, жетінші аралас ұйқас, сегізінші осы күнгі ерікті ұйқастар екен. Яғни бүгінгі біздің сатылай кешенді талдауымыз өлеңнің мұқият орындап шығамыз балалар. Қазір тексереміз. Ал тексерейік. Шығарманың түрі өлең. Авторы Александр Сергеевич Пушкин. Аударған Тайыр Жараков. Негізгі ойы қыс мезгілінің кешкі уақытын суреттеген. Шумақ саны 6 шумақ. Ұйқастың сызбасы шалыс ұйқас екен. Яғни мұны өлеңнен байқасаңдар болады, балалар. Кезектеп келетін ұйқастың түрі шалыс ұйқас екен. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, біз қысқы кеш Тайыр Жараковтың аударған өлеңімен таныстық. Енді түп нұсқасы Александр Сергеевич Пушкиннің орыс тіліндегі «Зимний вечер» өлеңін назарларына ұсынбақшымын. Экранға назар аударыңыздар. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет, как дитя, то по кровле обветшалой вдруг соломой зашумит, то как путник запоздалый
к нам в окошко застучит. Наша ветхая лачушка и печальна, и темна. Что же ты, моя старушка, приумолкла у окна? Или бурей завыванием ты, мой друг, утомлена, или дремлешь под жужжанием своего веретена? Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Спой мне песню, как синица тихо за морем жила. Спой мне песню, как девица за водой поутру шла. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя, то, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Выпьем, добрая подружка, бедной юности моей, выпьем с горя. Где же кружка? Сердцу будет веселей. Яғни балалар, біз Александр Сергеевич Пушкиннің «Зимний вечер» өлеңімен таныстық. Қазақша түпнұсқасымен салыстырғанда екеуінің аса бір айырмашылық жоқ екенін аңғардық балалар. Жарайсыңдар. Келесі тәтті әдебиет жем әдісі арқылы өлең құрастырамыз. Сіздердің назарларыңызға 4 жолды бір шумақ өлең ұсынбақшымын. Сендер көп нүктенің орнына тиісті сөздерді қойып, өлең шығарасыңдар. Яғни жапалақтап, жауды күнде, сыртқа шықты, шаналарын деген сөздерді ұсынып отырмын. Яғни өлеңді құрастырған кезде балалар көркем бейнелік сөздерді ұмытпаймыз. Болсақ енді тексеріп көрейік балалар. Жапалақтап аппақ қар, жауды күнде қайталап, сыртқа шықты балалар, шаналарын арқалап. Жарайсыңдар. Яғни біз құрастырған өлең шалы сүйқас екен. Сөзбен суреттер салайық әдісін қолдана отырып, ақынның боранды қалай суреттегенін білдік, ал сен өзің қалай суреттер едің? Ол үшін көркем бейнелі сөздерді қолдана отырып, өз ойыңды жеткіз. Бәрекелді. Өте тамаша балалар. Сабағымызды қорытындыласақ, балалар, еркін микрофон әдісі арқылы сабақ мақсатына жеттік пе? Сабақта қандай қиындықтар туындады? Сабақта ең маңыздысы не болды сен үшін? Не қызықтырды? Бүгін сен жаңа қандай ақпаратпен таныстың? Нені білдің? Сен үшін не жаңалық болды? Сабақ аяқталғанда көңіл күйің қандай болды? Жарайсыңдар балалар. Ой бөлісіп бүгінгі сабаққа атсалысқан оқушыларға барлықтарына алғыс білдіремін. Келесі сабаққа Тайыр Жараковтың ауыл күзі мен қысқы кеш өлеңдерін салыстырып, дәптерімізге талдап жазамыз. Яғни екі өлеңнің ұқсастығы мен айырмашылығын жазады екенбіз. Бәрекелді балалар. Яғни сендерді бүгінгі сабаққа белсенді атсалысқан оқушыларға үлкен алғыс білдіремін. Өте тамаша. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.